Бүгін 2 қазан. Менде жақсы жаңалық бар. Менің қызанағымнан кішкене дәнек өсіп келе жатыр. Кішкене болып дәнек өсіп келе жатыр, бірақ сонымен қатар бір өкінішті жағдай болып тұр. Ол мына дәнекке апаратын сабақтың бойында кішкене үзіліп тұр. Енді бұдан қызанақ өсіп шыға ма, шықпай ма, білмеймін. Бүгін 6 қазан. Міне 2-ші. Мынау ергежейлі қызанақ. Содан міне кішкене ғана қызанақ өсіп келе жатыр. Сәлем достар, бүгін 8 қараша. Сіздермен аралық нәтижемен бөліскелі отырмын. Тадам! Міне, қызыл бұрышым мынандай деңгейге жетті. Қызарып пісті. Енді бұны жұлып алып жеу керек пе, жоқ әлде кішкене өскен күтуім керек пе, білмедім. Әзірге осы аптаның соңына дейін өсіп тұрсын деген шешім қабылдап отырмын. Сонымен қатар, ергежейлі қызанақтан мынандай 2 қызанақтың дәнегі өсіп шыққан. Біреуі мынандай дәрежеге жетті, екіншісі мынандай кішкентай әзірге. Бұның қасында тағы да 2 болған, екіншісі болған, бірақ ол өзінен өзі түсіп қалды. Бүгін 11 қараша. Міне менің қызанағым кішкене қызарды. Мына жерде видеода қатты қызыл болып көрініп тұр, бірақ негізінде мына бір жерлері әлі көгеріп тұр. Бірақ көлемі көріп тұрғандарыңыздай өте кішкентай, өспей, бірақ қызарып жатыр. Неге екенін түсінбедім. Ал енді 2-ші қызанақ, 2-ші түйнегі мынандай. Бұл сол көк күйінде тұр және өспей жатыр. Неліктен екенін білмедім. Бұл менде ергежейлі қызанақ. Ал қызыл бұрышқа келсек, қызыл бұрыш міне қып-қызыл болып пісті. Бірақ бұл да көлемі өте кішкентай. 15 қараша. Мен қызыл бұрышты кесіп алмақпын. Міне қызыл бұрыш алақандай ғана. Бұны кішкене өсіргім келген, тағы да 1-2 күн тұрса, бәлкім өсер деп ойлаған, бірақ өсудің орнына міне шет жағы босауға айналды. Сондықтан тезірек кесіп алып қолданған дұрыс қой деп ойлаймын. Сол сияқты мына жерде менде ергежейлі қызанақ қызарып пісті. Қызанақ пен қызыл бұрыш. Жаз бойғы еңбегімнің жемісі.